Сәлеметсіздер ме, құрметті Қызықты әңгімелер каналының оқырмандары. Бүгін мен сіздерге аяқталмаған сенім атты әңгімені әңгімелейтін боламын. Менің каналыма тіркеліп, қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Айнаш пен Марат бір сыныпта оқыған. Екеуінің махаббат сезімі 10-шы сыныптан басталған еді. Басында тек сыныптас болып жүрген. Мараттың күннен күнге Айнашқа көзқарасы ерекше болып, сезімі оянып, Айнашқа сөз соған болатын. Айнаштың өзі де сырттай Маратты ұнатып жүруші еді. Ол да келісімін берді. Екеуі ауылдың сырты екі шетінде тұратын. Марат Айнашты күнде үйіне шығарып салып жүретін. Таңертеңгісін жолдан күтіп алып, екеуі қайта мектепке баратын. Бұлардың жұптарына барлығы қызығып та қызғанып та қараушы еді. Ортасына қаншама сөз ерсе де ешбіріне ермей түсінісіп алатын. Мектеп табалдырығында жүріп, екеуі өте әдемі жұп деген атқа ие болды. Қарасаң көз тоймайтын, бір-біріне өте жарасымды жұп еді. Екеуінің жұбы жазылмай мектеп бітіріп, қол ұстасқан күйі қалаға аттанды. Жолдары болып жоғары оқу орнына түсті. Айнаш мұғалім болып, Марат сәулетші мамандығына түсті. Ол жақта да жұптары жазылмады. Екеуінен басқа ешкім жоқтай, тек бір-бірінен көз алмайтын. Қаланың қанша сұлулары мен сымбаттарын көрсе де, ешбіріне бұрылып қарамайтын. Жүректері тек Айнаш, Марат деп соғатын. Кейде бұлардың бақытты кейпін біреу қызығып, біреу қызғанып қараушы еді. Оларға мән бермеген екі ғашық қол ұстасып тәтті кездерді бастан кешіре берді. Содан бері 4 жыл уақыт өтіп, оқу орнын қалай бітіргенін де байқамай қалды. Екеуі де диплом алып ауылға қайтты. Марат ол кезде ата-анасына үйленгісі келетінін, Айнашты жақсы көретінін айтқан болатын. Қос ғашықтың бұрыннан жүретіндігін білетін ата-анасы Айнаштың ата-анасымен өзара келісіп үйленетін күнді де белгілеп қойды. Бір айдың көлемінде Айнашқа сырға салып, үйден ұзатып алып кетті. Артынан той болып, жұптың өмірі басталып кетті. Нағыз махаббатпен үйленген екеуінің әрбір күні бақытқа толы болатын. Үйленген соң қалаға бөлек шығарамыз деген ата-анасы уақытша ауылда алып қалды. Бір жағынан қайын-інісі үйленгенін күтіп, бір жағы келін үйге үйренсін деген ниетпен алып қалды. Айнаш ауылға мұғалім болып жұмысқа тұрды. Маратқа ауылдан жұмыс табылмай, уақытша мектепке қарауыл болып жұмысқа кірді. Өйткені сәулетші мамандығын ауылда болмады. Уақыт зымырап өте берді. Үйленген қайын-інісі жоқ. Сондықтан ауылда ата-ененің қолында ұзақ уақытқа қалып қойды. Көп ұзамай Айнаш көтеріп ұлды босанды. Артынан қыз босанды. Артынан тағы егіз ұл босанып, көп балалы ана атанды. Балаларға қарау үшін Айнаш бала күтімі демалысында отырды. Марат ауылдағы әр жұмысты істеп өз нәпақасын тауып жүрді. Бірақ қанша еңбектенгенімен ақша жетіспеді. Баланың тамағы бар, киімі бар, одан өздерінің барар жерлері бар дегендей күн көрістері қиынырақ болды. Ауылда жалақы аз мөлшерде енді. Марат қалаға барып жалақысы жақсы жұмыс істегісі келді. Бір жолдасының шақыртуымен ауылдағы жұмыстан шығып қалаға келді. Мұнда ол құрылысқа келіп кірісіп кетті. Жұмысы ауыр болғанымен жалақысы жақсы еді. Жалақы алған күні ай сайын отбасына барып тұрды. Тапқан ақшасының барлығын Айнаштың қолына келіп ұстататын. Қаладан балаларына ойыншық алып та келетін. Мұндай кезде үйде ішінде кішігірім той болушы еді. Ай сайын келіп оның үстіне құр қол келмейтін. Әкелеріне де әбден үйренген балалары әкесін тағатсыздана күтетін. Айнаш та көңілі орнына түсіп, жағдайымыз жақсарып келеді деп мәз болатын. 2 жылға жуық Марат құрылысты жүріп, көкелеп, жәкелеп жүріп көзге түсті. Сосын тамыр таныс тауып, өз мамандығы сәулетші болып жұмысқа тұрды. Бұл кездегі екеуінің қуанышында шек жоқ еді. Бұл уақытша Айнаш 5-шісін босанып, 6-шысын енді көтерген кезі еді. Енді менде сенімен қалаға барамын. Сен анда, мен мұнда болмайды, бұлай жүргеніміз дейтін. Оған Марат сәл күте тұр, үй тауып алайын, сосын алып кетемін деді. Жарайды деп тағы да Айнаш ауылда қалды. Сөйтіп жүргенде 6 баласын босанды. Бұл кезде Марат ауылға көп келмейтін. Хабарласса болды, жұмысым шығып қалады, келесі апта барамын деп жүрді. Келесі апта тағы келмейді. Солай жүргенінде 2-3 айдың жүзі болды. Анда-санда келетін Марат бұл кезде өзгере бастаған еді. Қаланың әдемі аруларын көріп келгенге ме, ауылдағы өзіне қарамай баламен отырған Айнашты салыстырды ма, Айнашқа жекіп сөйлейтін болды.
халатыңды ауыстырсаңшы, неге осылай жүресің, өзіңе қарамайсың ба дейтін. Оған Айнаш ренжіп қалатын. Қайдағы өзіне қараған, ауылдың тірлігінен, одан баламен уақыты болмайтындай еді. Соңғы кездері Маратқа ренжіп жүр. Өзі ғана қалағандай жаны жабырқаулы еді. Тек балаларына қарап қайта өзін басушы еді. Несіне ренжимін? Марат дұрыс айтады. Өзіме қарауды қойдым. Келгісі келмейтін де сол шығар. Бір жағынан балалардың болашағы үшін жұмыс жасап жүр ғой. Оған да оңай емес деп ақтап алушы еді. Бірақ Мараттың өзгергені рас еді. Қанша жақсы жұмысқа тұр десе де, бұрынғыдай үйге ештеңе әкелмейтін болды. Қазір балалар да өсіп қалды. Бұрын әкесін тағатсыздана күтетін еді, қазір күдерін үзді ма келмейтінді де білді. Бұрынғыдай әкелерін іздемейтін болды. Марат та өзі қалаған уақытта келіп кетіп жүрді. Соңғы уақытта Айнаштың жүрегі сезіп жүр. Мараттың басқа бір көңілдесі бар. Бірақ онысын Маратқа айтпай жүр. Мүмкін жай өзімнің қиялым шығар. Көзіммен көрмесем, ұстап алмасам не деп айтамын дейді. Бірақ Марат ауылға келсе де қалаға асығып тұрады. Азанда келсе кешкісін қайта шығып кететін кездері де болды. Кейде шыдай алмай Айнаш ашық сөйлеспекші болып қаладан біреуді тауып алдың ба дейтін болды. Марат бірдеңені ашуға булығып, үйде отырып алып әр нәрсені айта берме. Ерігіп жүр деймісің мені? Бала шағам үшін қаңғырып жүрмін дейтін. Қалаға барамыз, бәріміз алып кет десе, не оған көнбейді. Қаладан үй алып сосын көшпесең, күніңді көре алмайсың. Бәрі сатулы, ауыл сияқты емес, қымбатшылық. Жинап жатырмын ғой, үйге алармыз, үйді де алармыз, сосын апарамын барлықтарыңды деп тағы да тастап кетті. Сол кеткеннен ұзағынан кетті. Жылға жуық келмеді. Әне келемін, міне келемін деп сол күйі келе қоймады. Араға ата-анасы да түсетін. Мұның не балам, үйге қайт, бақыт, ол балаларыңның қасында. Балалардан жақта жүрме деп айтатын болды. Не Айнашты, не ата-анасын тыңдаған ұл жоқ. Келмейтінін біліп, Айнаш ренжіп үйіне балаларын алып кетіп қалды. Ата-енесі де ештеңе дей алмады. Балаларының күнәсін біліп отыр. Барғаннан анасы үйде отырма. Балаларға өзім бас көз боламын. Ауылдан шықпай сен де әбден басылдың да қалдың. Көргенің тек Марат болды. Соның айтқанынан шықпадың. Жарытып жұмысты да істемедің. Енді жүрісің міне 6 баланы сүйретіп. Қалаға барып жұмыс көр. Мұғалім қазір керек мамандық, сондықтан табылып қалар. Ақыры әкесіне керек болмаған екен, өзің өсіруің керек балаларыңды. Бір сәтте өсиет те кетеді. Өскенше тірілшілік жасап алда, батасын беріп қызын қалаға жіберді. Айнаш қалада нағашы әпкесінің үйінде тұрды. Олар да барлық жағдайын хабардар. Айнашқа көмектесіп қасында жүрді. Қаланың 4 мектебіне барды. Ешбірінде орын жоқ. Аяғын тоздырып біраз уақыт жүрді. Мектепте орын жоқ, жұмыс табу қиынға соқты. Бірақ бір бұйырғаны болар деп іздей берді. Ақыры тапты. Жаңадан ашылып жатқан мектепке мұғалім жұмыс керек екенін білді. Басында ауылдан шықпаған баламен әбден үйде отырып қалған Айнаш үшін қиын болды. Үйренісе алмай біраз жүрді. Ол уақытта қасындағы бір пәннен беретін мұғалімдер көмектесіп жүретін. Ішінде Серғазы ұстаз да бар еді. Жаны жайсаң, өте салмақты азамат еді. Білгенін үйретіп, ағалы қамқорлық көрсетіп жүрді. Bir күні екеуі жұмыс бабымен жұмыста ұзақ кідіріп қалды. Сөз арасында отбасы жайында айтылды. Серғазының әйелі қайтқан екен, 3 баласы бар екен. Ананың да әкесінің орнына өзі басып жүр екен. Айнаштың да отбасы туралы сұрап еді, жолдасым тастап кетті 6 баламен деп барлығын айтып берді. Мұндайын білмеген Серғазы таңданысын жасыра алмады. Осы уақытқа дейін Айнаштың жолдасы балалары бар деп келмеген. Серғазы үшін бұл жаңалық болды. Екеуі сырласып өмірдің ащы мен тұщысын айтып отырды. Екеуі тағдырлас еді, сөздері жарасып отыр. Негізі Серғазының Айнаш келгеннен ілтипаты ерекше еді. Тек отбасылы адам деп ештеңе білдірмейтін. Енді жалғызбасты ана екенін естігенде бір жағынан қуанып қалғандай еді. Айнаш апта сайын ауылға барып балаларына деген сағынышын басып тұрды. Марат бұл кеткеннен кейін еш іздеп келмеді. Тіпті балаларын іздемеді. Үйіне қайтқан соң артымнан іздеп кешірім сұрап келсе қайта барамын деген ойда болған. Бірақ күте-күте шаршады. Қалада
Кімнің ұстап қалғаны белгісіз, бірақ басқа бір отбасы барын сезді. Жайдан жай қалып кетуі мүмкін емес еді. Айнаштың жұмыс жасап жүргеніне де 8 айдың жүзі болды. Бұл уақытта Серғазы Айнашқа өз көңілін білдіріп жүрген еді. Бірақ Айнаш Мараттан хабар күтіп әлі жүрген болатын. Есі кірер балаларына қайта келер деп жүрді. Өзі Маратты көзімен мейлінше өзін-өзі алдап, өзі іші сезіп тұрса да жамандыққа қимайтын. Солай Маратты ақтап алып жүрді. Сезімі сейілсін деді ме, кім білсін. Бір қалада жүріп 8 ай дегенде Маратты көру бүгін бұйырыпты. Айнаш автобусқа мінгені сол еді, сырттан таныс адамды көргендей болды. Жалт қараса, Марат бір әйелмен кетіп барады. Қол ұстасып алыпты. Автобус жүріп бара жатыр. Бұл бір жерде тұрды да қалды. Не істерін білмей сәл кідіріп, тоқтатыңызшы, өтініш, тоқтаңызшы деп айғайлап жіберді. Жүргізуші де ертерек айтпайсыңдар ма деп сөйлеген күйі тоқтай қалды. Автобустан жүгіріп шыққан Айнаш кері қайтып Мараттың артынан жүрді. Марат деп артынан айқайлап келеді. Бір кезде атын естіген Марат артына қарап тұр. Неше уақыттан кейін Айнашты көріп, бұл қайдан жүр дегендей таңырқап тұр. Қасына ентігіп баса алмай жақындап барған Айнаштың ішінде мың сұрақ, бірақ Айнаш тек бір сұрақты қойғысы келді. Балаларың керек емес пе? Қайда жүрсің деді. Қасындағы келіншекке күте тұр деп өзі Айнашқа жақындады. Айнаш, сен қайдан жүрсің? Айнаш, ренжімеші, мені кешір, бірақ мен басқа біреу сүйіп қалдым. Саған айтуға батылым бармады. Өзі түсінерсің деп ойладым. Өзімді қинап жүргім келмейді. Онсыз өмір сүргім келмейді. Балаларыма көмектесіп тұрамын. Оған қам жеме. Өскенде мені түсінер. Бірақ өмір бір-ақ рет беріледі. Сондықтан құр өткізбей сүйген адаммен бақытты өмір сүргім келеді деді. Жанар жақсы келіншек деп қасындағы келіншекке қарап бұрылды. Егер балалар келгісі келсе, маған жіберіп тұрасың болады деді. Мұны естіп тұрған Айнаш сол бір орында тұр. Не көзінен жас шықпайды. Жүрегі тас болып қалғандай. Маратқа айтқаны қажет емес. Балаларымды жібермеймін. Енді балаларым бар деп ойлама. Өзің қалаған өмірді сүре бер деп кері бұрылып кетті. Үйіне жеткенше ойланып келе жатыр. Менің ұнатқан Маратым осы ма еді? Қалайша бұл өзгеріп шыға келді? Басын айналдырып алдым екен. Неге олай деп ойланып келеді. Бірақ олармен басын ауыртқысы келмеді. Ең бастысы өзіне керекті жауапты алғандай болды. Маратқа балалары керек емес сияқты, мүлдем сұрамады дейді. Не мен, не балалары керек болмаса, жанымды қинап не істеп отыра аламын? Бақытты болсын деді. Өзі де соңғы кезде Мараттың жоқтығына үйреніп те қалған еді. Басында іздемегенмен кейін көңілі суытып қалғандай. Марат кездескен соң көңілі жайланып, иықтан ауыр жүк түскендей болып жүрді. Өйткені ойында жүрген сұрақтың жауабын алған еді. Ауылында Марат келіп қалар деген ой болатын. Қазір келмейтініне сенімді болған соң, тек өзі және балалар үшін өмір сүргісі келді. Сырғып уақыт кете барды. Серғазы бұл уақытта Айнаштан күдері үзген болатын. Жолдасын күтіп жүр деп ойлайтын. Бүгін тағы жұмыста екеуі кеш шықты. Серғазы үйіңе апарып салайын, кеш болып кетті деп мәшинесіне отырғызып алды. Екеуі жол-жөнекей жұмысын айтып келе жатты. Кенет Айнашпен бұрынғы жолдасымды көрдім. Басқа отбасы бар екен. Оған тек сол келіншек болса болғаны, бізді керек еткісі жоқ екен. Оған тек сол келіншек болса болғаны, бізді керек етіп отырған жоқ. Ажырасамын деп шештім деді. Бұлай айтқан себебі Серғазыға астарлап жеткізгені еді. Өйткені алдыңғы бір сөздерінде алты балаңды да өзімдікі сияқты қараймын. Мен баладан безген әке емеспін деген болатын. Сол бір сөзі жанына жылу берді ме, Серғазы өзін және балаларының қамқорлығына алғанын қалап отыр. Серғазы бұл сөзді естіп қуанып кетті. Айнаш, сен білесің менің сезімімді. Мен жарынан айырылған жанмын. Әйелдің қадірін жақсы түсінемін. Екеумізді осы уақытқа дейін тағдырдың тауқыметін көрген жанбыз. Сондықтан сен менің балаларыма өз аналық мейіріміңді берсең, мен сенің балаларыңа өз уақытына дейін жетпеген әкелік қамқорлықты көрсетемін.
бізден асқан бақытты отбасы болмас еді дейді. Айнаш та осы уақытқа дейін өз келісімін бермей жүрген, ол да Серғазыға сенім білдіріп, жарайды, балаларға жетпей жүрген махаббатты берейік деп өз келісімін беріп, бір-біріне қарап жымиып отырды. Арада бір апта өтіп, Айнаш 2 күн демалысқа ауылына барды. Анасына барлық жағдайды түсіндіріп айтты. Маратпен кездесулерінде барлығын баяндап берді. Қазіргі таңда бұл өте бақытты отбасы. Құрметті қызықты әңгімелер каналының оқырмандары, егер менің әңгімем сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып, тіркелуді ұмытпаңыздар.